Сәлем достар, оразаларыңыз қабыл болсын. Оразаның 3-ші күніне ас мәзірін ұсынамыз. Бізде бүгін палау және қызылша салаты. Ең бірінші палаудан бастаймыз. Қызып тұрған қазанымызға өсімдік майын құямыз. Және 4-5 бас пиязды жұқалау етіп турап алып қуырамыз. Ұзақ қуырмаймыз, 1-1,5 минут қана қуырып, әрі қарай етпен қосып қуыратын боламыз. Пияз ақырындап жұмсарып, көлемі кішірейе бастаған кезде бетіне бірден етімізді салып қуырамыз. Етімізді тез дайын болу үшін және біркелкі дайын болу үшін ұсақтап турап алдық. Аса қатты ұсақ емес. Әдетте палауға ірі-ірі еттер қосылады. Ет сөлін бөліп, ол тартылғанша 20 минут көлемінде қуырамыз. Сөлін бөлді және ол тартылуға жақын. Осы уақытта тұз саламыз. Татымына қарай. Және ұзыншалап туралған сәбізімізді саламыз. Осылай тағы 20 минут бойы орташа отта қуырамыз. Сөлін бөледі, сөлі тартылады. Осы 20 минут ішінде. Сәбізі, еті барлығы қуырылып болды. Сарғыш түсі шықты. Енді оған 2 кесе жуылып тұрған күрішімізді саламыз. 3,5 кесе су құямыз. Су құйып болғаннан кейін төменгі жағына қарай табанына су кететіндей етіп қасықтың көмегімен қозғаймыз. Және қақпағын жауып 15-20 минут көлемінде пісіріп аламыз. Қызылшаны қайнатып, оны ұсақ үккіштен өткіземіз. 1 ас қасық майонез, 1,5 ас қасық қаймақ және 1 тіс сарымсақты ұсақтап турап араластырамыз. Қаймақтың орнына түгел майонез қосуға болады. Немесе майонез қоспай тек қана қаймаққа араластыруға болады. Салатымыз дайын. Палауымыз да пісті. Ыдысымызға салып аламыз. Оразаның 3-ші күніне арналған тамағымыз дайын. Палау және қызанақ салаты, қызылша салаты. Астарыңыз дәмді болсын, оразаларыңыз қабыл болсын.